Асқар үшін күнделікті өмір баяу ағатын еді. Таңертең оянып, отбасыға қарау, жұмысына жету, балалармен уақыт өткізу бәрі тәртіпке келтірілген. Бірақ белгілі бір тектілікке үйіріліп кеткен күні. Ол өзін жауапты күйеу, қамқор әке деп есептейтін. Алайда соңғы апталарда жүрегінде бір оғаш сезім пайда болды, аты жоқ, бірақ әр қадам сайын мазасын алды. Сәуле, балдызының әйелі, Асқар үшін күн сайынғы кездесулердің өзінде ерекше болды. Бастапқыда ол тек жылы жүзді, әдемі, мейірімді әйел деп санаған. Бірақ соңғы уақытта оның қарапайым қылықтары, күлкісі, тіпті даусының нәзіктігі Асқардың жүрегін біртүрлі дірілге толтырды. Бір кеште жаңбыр жауып тұрды. Асқар оны жұмыстан алып бара жатты. Желмен араласқан жаңбыр тамшылары шаштарын сулатып, Сәуле жеңіл дірілдеп тұрды. Ол Асқарға қарап, «Рахмет» деді жай ғана. Оның даусының нәзіктігі Асқардың ішкі тыныштығын шайқап жіберді. Сол жолы Асқар өз сезімін түсінуге тырысты. Ол бірнеше секундқа тыныш отырды, бірақ жүрегіндегі сезімнің күші оны ішкі дағдарысқа әкелді. Өз ойымен күрескенімен әлсіздігі жеңді, сезімге берілді. Бірақ бұл қуаныш емес, ол өзін кінәлі сезінді. Күнделікті өмірдің қарапайым сәттері де өзгеше мәнге ие болды. Сәуленің күлкісі, көзқарасы, даусының нәзіктігі бәрі Асқардың санасын толтырып, шаттық пен ауыртпалықты қатар сездіруге мәжбүр етті. Ол әр әрекетін ойлап, дұрыс па, жоқ па деп қорқа берді. Сәуле әр кездескен сайын Асқарға жақын болғысы келетіндей әсер қалдырады. Оның ішкі тартымдылығы Асқардың адалдығын сынайды, бірақ ол бұл сезімге берілмей көздетуге тырысады. Ол өзін және отбасының тыныштығын қорғағысы келеді, бірақ жүрегіндегі сезім оны күн сайын сынай береді. Асқардың ішкі дағдарысы күннен күнге күшейе берді. Бір жағынан ол отбасының тұрақтылығын сақтағысы келді, екінші жағынан Сәулеге деген нәзік тартылысын тереңірек түсінгісі келді. Әр кешкі жолда олардың әңгімесі ұзарып, ішкі тартылыс күшейді. Әр сөз, әр әзіл, әр нәзік күлкі Асқардың жүрегіне ауыр салмақ болып түсіп жатты. Бір сәтте Асқар үйге қайтып келе жатқан жолда, ішкі сезімінің күші оған шешуші қадам жасауға дайын екендігін сездірді. Ол өз әрекетінің салдарын ойлады, егер жүрегінің айтқанына берілсе, отбасының тыныштығы бұзылуы мүмкін. Бірақ өз сезімін тереңірек түсінбеу, өзін өзі алдау. Асқар ішкі күрестен өтті, бірақ оның жүрегі мен санасы арасындағы қақтығыс әлі де жалғасуда еді. Сәуле күнделікті өмірдегі қарапайым таныстықтан асқан сезімнің бастауы, ал Асқар өзінің адалдығы мен әлсіздігі арасындағы күресте қалды. Күнделікті өмір баяу әрі белгілі бір ритмде өтіп жатты. Асқар үшін әр таң бұрынғыдан өзгеше болды, ішкі сезімі күшейген сайын қарапайым әрекеттерге ерекше мән беретін болды. Әдеттегі жолмен жұмысқа бару, Сәулені жолай алып кету, олардың қысқаша әңгімесі бәрі Асқарға бұрынғыдан да күшті эмоциялар сыйлайтын. Бірақ бұл эмоциялар оған оңайлықпен берілмеді. Әр күлкі, әр нәзік көзқарас оның санасын шайқап, өзін кінәлі сезіндіруге мәжбүр етті. Ол жандағы сезімге ерік бергісі келсе де, отбасының адалдығын сақтау туралы ойы оны тоқтататын. Асқар үшін бұл шынайы психологиялық күрес еді. Сәуледе өзгеріп бара жатқанын сезетін. Ол Асқармен әдеттегі әңгімелерде жеңіл әзіл қалжың айтып, кейде жылылық танытып қоятын. Бірақ бұл ешқашан ашық жақындыққа немесе сезімнің нақты көрінісіне жол бермейтін. Сол нәзік қарым-қатынас Асқардың жүрегін жылытты, бірақ сонымен бірге оны моральдық тұрғыдан сынайтын. Күндердің бірінде Асқар өз сезімінің күшін жеңе алмай, ішкі дағдарысын ашық қабылдауға бел буды. Ол Сәулеге қарағанда сөзбен емес, сезіммен сөйлесу керек екенін түсінді. Бір кешкісін олар үйге бірге келе жатқанда жаңбыр жауып тұрды. Асқар тоқтап терезеден сыртқа қарады. «Керемет күн, иә», деді Сәуле жеңіл күліп. «Иә, керемет» деп жауап берді Асқар, бірақ оның даусы біртүрлі дірілдеп тұрды. Олар үнсіз жол бойы жүрді. Жаңбырдың үні, көліктердің дыбысы, қала шамдарының шағылысы бәрі де Асқардың ішкі сезімін күшейтті. Ол өзін ұстап қалуға тырысқанымен жүрегіндегі әлсіздік оған әрдайым жеңіске жетуіне жол бермеді.
Асқар үйге келгенде ішкі дау әлі де жалғасып жатты. Ол өзін кінәлі сезінсе де, Сәулеге деген нәзік тартылысынан толық айнымады. Сол түн Асқар үшін өміріндегі ең күрделі және әсерлі сәттердің бірі болды. Ол өз сезімін тануға, оны қабылдауға, бірақ отбасының тұрақтылығын сақтау жолдарын іздеуге тырысты. Сол уақыттан бастап Асқар мен Сәуле арасындағы қарым-қатынасы өзгерді. Олар бұрынғыдай қарапайым таныстықпен ғана емес, бір-бір сезімдерін аңғарғандай болса да. Әр кездескенде, әр әңгімеде Асқардың жүрегі дірілдейді, ал Сәуле оның жағдайын байқап, нәзік жылулық танытты. Бірақ ешқашан бұл әрекеттер адалдығының шегінен шықпайтын, тек сезімнің тереңдігін арттыратын болды. Асқар өзімен күресте жалғыз қалды, жүрегінің сыры мен ақылы арасындағы тартыс әрдайым жаңа сабақ беріп отырды. Ол түсінді, сезімнің өзі жақсы, бірақ әрекеттер жауапкершілікпен үйлесуі тиіс. Бұл ішкі дағдарыс оны шыңдап, адамдық қасиетін көрсетуге үйретті. Солай әр күн сайын Асқар сезімін тереңірек түсініп, өз күшін, әлсіздігін, адалдығын және нәзіктікті үйлестіре білді. Оның ішкі әлемі күрделі болды, бірақ бұл күрес оны жаңа түсініктерге жеткізді, сезім мен жауапкершілік арасындағы нәзік теңгерімге. Күндер баяу өтіп жатты, бірақ Асқар үшін әрбір жаңа күн бұрынғыдан да күрделі әрі маңызды сынаққа айналды. Сәулеге деген сезімі күшейген сайын, оның жүрегінде ішкі дау да күшейіп отырды. Бір жағынан, ол өз отбасының тыныштығын сақтағысы келді, екінші жағынан, жүрегінің сыры оны мәжбүр ететін. Асқар өз сезімін зерттеуге бел буды. Ол бір-бірімен сөйлескенде, Сәуле әрдайым жылы, сыпайы, бірақ қатаң шегін сақтайтын. Сол шекара Асқар үшін ең қиынстатын нәрсе болды. Жүрекке арналған тартымдылықты толық сезіне отырып, ешқашан оны асыра алмау. Бір кешкісін Асқар үйге қайтып келе жатқанда, оның ойы бір ғана сұраққа тоқталды. Мен өзгелерге адал боламын. Жауабы оңай болмады. Ол терезеден сыртқа қарады. Қала шамдары жаңбырдағы тамшылармен жарқырап, әрбір сәуле біртүрлі үміт беріп тұрғандай көрінді. Сол түн Асқарға көп нәрсені түсіндірді. Ол өз жүрегін тыңдап, сезімін қабылдады, бірақ әрекеттерін ақылмен үйлестірді. Сәуле мен оның арасындағы тартылыс ішкі, нәзік, бірақ өмірдегі маңызды сабаққа айналды. Бұл сабақ сезім күшті, бірақ оны дұрыс бағытқа бағыттау қажет. Асқар кейіннен Сәулемен әңгімелесу барысында ашық және шынайы болуға бел буды. Ол өз сезімін, ішкі дауын және ауыртпалықты бөлісті. Сәуле сабырлы, түсінікті және жылы түрде тыңдады. Сол сәтте Асқар үшін ең маңыздысы анықталды. Шынайы байланыс пен түсіністік ешқандай әрекетсізде жүрекке әсер ете алады. Осыдан кейін Асқар өз өмірін қайта қарады. Ол сезімін қабылдағанымен отбасының тұрақтылығын сақтауды басты мақсат етті. Ішкі күрестің нәтижесінде ол өзіне сенімді болуды, өз әрекеттерінің салдарын түсінуді, өз сезімін құрметтеуді үйренді. Кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынас бұрынғыдай қарапайым емес еді. Ол нәзік, шынайы және терең. Әр кездесу, әр әңгіме, әр күлкі оларды бір-біріне жақындатып, жүректерін байытты. Бірақ бұл жақындық моральдық шеңберден шықпай, тек эмоциялық және психологиялық деңгейде болды. Соңғы жолдарда Асқар өзін жеңгендей сезінді. Ол ішкі дауынан өткен, сезімін түсінген және жауапкершілікпен әрекет етуді үйренген. Жүрек пен ақыл арасындағы теңгерімге қол жеткізген сәт оның шынайы жеңісі болды. Солай Асқардың өмірі бұрынғыдан да бай, күрделі, бірақ үйлесімді болды. Ішкі дау мен сезім арасындағы күрес оны адам ретінде шыңдады, ал Сәуле оған сезімнің күші мен шекараның маңызды екенін көрсетті. Бұл ішкі жеңіс шынайы махаббат пен моральдың үйлесімінің символы еді.